Barmay kalır. Sonunda kamşat ana akşasını bir jüretinde. Yekinin biri ayel ütpeydi. Ayel adam kişine tablo olup biledi akşama. Kamşat onday bolgan emes. Kamşat da kolunda boldu. Akşada kolunda boldu, tavarda kolunda boldu. Bizim yaz kezimizde ökönüşü degen öyle karaleva bular. Son kamşat karaleva bolgan kezinde. Hazır da jaman emes. Bunun Mahtaytın kasiyeti, kelebek erekşe kasiyeti. Kol açık, darхан, konarjay, жөн-жөнін білмейді. Мен ерекше жақсы көремін бұл жерде. Қазір ешкім ішінде беріп тастап, никого ничем не удивишь, шынын айтқан уақытта. Бәрінде бар, осы дастархан бәрінде бар, киім бәрінде бар. Бірақ адам көңілі, ол енді көңіл. Қанша елдің көңілін таба біледі. Жаңа бір шетте айтып жатыр ғой, ана келіннен отырып өз жүгіріп кетеді. Сен бет алып жүгіре берме. Жүгіре бермес. Бір күні келіп саған өткізіп кетеді мен саған. Келінді құдайдан еміне кетпей, жасында жүгіріп бақтық, мені отырып. Бір емес екі келін істесін өзі, істемесе қалсын. Магазинге жұмысқа шығып кетіп қалды. Көңілі шықтың, күйеуінің көңілі шықтың, балалар ер жеткіздің. Хватит отдыхайте. Ал енді құдалар қыз болғаннан кейін сіздерге айтып жатырмын. Тағы да айтып жатырмын, менен басқа ешкім айта алмайды. Мына қарлығаштар айта алмайды жеңгесі болсын. Ана Мәрияш маған сөз айта алмайды. Сөз айтса жанын шығарам мен. Ана жақта апамыз отыр мінекей. Астанадағы. Астанадағы апамыз енді рұқсат берді, Ақтай. Сен енді үлкеніміз болып қалдың. Менің қайнысыным деп, қыз деп, өмір бойы сыйлап келесің. Неше күн айтып қалжыңдаймын, ойнаймын. Сол енді сол уақыттан жеңгелері сөз көтереді ғой. Қазіргілерің айтып көрші, какой твой ойлап шыға келсін. Рас айтамын. Ана біздің Мәрияштар сол кездің адамдары керемет. Ақылды ғой. Өте ақылды. Мәрияшты мақтамағанда қайтем. Осылардың бәрін бауырларын сол тапты ғой енді. Құдалар, сіздерге көп рахмет. Балапандарыңызды өсіріп бізге беріп жатсыздар. Біз қырғыз еліміз, орта жүзбіз, арғынбыз. Қырғыздың шілдеген керемет қырғыздарымыз, жаңа құдаларымыз айтып отыр ғой, керемет болғаннан кейін беріп жатырмыз деп қыздарын. Сондықтан да балаларымыз бақытты болады. Камшаттың өзі көріп отырсыздар ғой. Жалпылдап бүкіл елмен сүйісіп ерін алған жоқ. Кеше елдің бәрі сүйіп жүр дейді. Арасында жылап жүр дейді. Арасын жұмағын есіне түсіп кетеді ғой енді. Махаббат қосылған, олар ешкім қосқан жоқ. Сол енді балалар бақытты болсын, бауырларын өніп, өсіп, өркендей берсін, қырғыздарың көбейе берсін, бауырларын көбейерсін. Біз қызбыз, тілеулеспіз, осылардың тілеуін тілеп отырамыз. Жақсы болса екен, өссе екен, өлсе екен деп. Ал енді Камшат жаным, енді өзімде денсаулығымды көрді. Бітті, айтып отырмын ғой, сенің миссияны орындалды. Все, теперь отдыхай, қыдыр, ел көр, жер көр, жетеді енді осыншама. Ана Таразға барып кел, Таразға бір 10 күн барып келсең, шетелге барып келгендей боласың. Тараз дегендіктер ғой, ол кісілер керемет қонақ күтеді ғой. Қонақ жайлы ұсындық. Құданың өзі қандай. Елдер етігін киіп алса, етігін шет ұстап менімен биледі ғой ол кісілер. Ол кісілер биші, күйші, әнші, жыршы ол кісілер. Енді сіздерді Жанарқа деп естіп жатырмын. Жанарқа біздің өзіміздің жақ. Біз жарықтың адамдарымыз. Жанарқа жарық десе, жүрегіміз бұрып тұрады. Біз жақ деп айтамыз. Біздің кісілеріміз деп айтамыз. Сондықтан да біздің кісілер балалар бақытты болсын,
тойда кездесейік, жақсылықта кездесейік, әр уақытта ортамызда Алла дастарханымызда тек тойға жазсын. Әдебише саған молодец, большой привет, саған помощник келді. Енді олар бақытсыз болады деп сөйтіп бізді әлгі шешеміз бен әкеміз солай тәрбиеледі ғой, оларды сыйламайтын ол кісілер. Сол уақытта солардың тілін алып ешқайда шықпай қалып едім. Темір жолшы болып 40 жыл жарты станциясында темір жолда істеп, содан зейнетке шығып, қазір зейнетке шыққаннан кейін сол арманымды орындап жүрмін. Rahmet.